Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін каналда сіздермен ілесіп бақтылы. Біздің алдағы уақытта түсірген видеоларымыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып, лайк басып кетіңіздер. Өздеріңізге керекті ақпараттарды, қандай видеолар алғыңыз келеді, сол туралы комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ендеше бүгінгі сабақта сіздермен жасыл договор, яғни договор исполнение, осыны талқылайтын боламыз. Бұл бізде жоғары жақтан кабинетке өткеннен кейін астыңғы жағында тұрады. Мінекей, договор на исполнение деп тұр. Енді мына ссылка бойынша өтіп көрсетейін сіздерге. Міне қараңыздар, договор и согласованияға өтіп, мінекей астына түссеңіздер, бұның қандай товар екені туралы бір қарап шығыңыздар. Бұл товар бізде жеткізілген болатын, актіде жібергенбіз. Яғни информация об оплате крик. Міне, утвержден деп тұр, яғни бұл қабылданды товар. Обеспечениені қарап жүрек, обеспечение исполнениені. Мінекей бәрін тексердік. Яғни бұл бәрі жақсы. Бұл заказчиктің тарапынан қойылған, бұл өздігінен кететін болады. Енді екіншісіне өтейік, екінші ссылкаға. Өттік, мінекей қарадық, астына түсеміз. Қандай договор екенін көріп алдық, қандай товарлар екенін. Жоғарғы көтеріп, информация об оплате кіреміз. Кірсек, мұнда біздің товарды жеткізген болатынбыз, бірақ та әлі заказчик қол қоймаған. Енді мына акттың ссылкасына өтіп қараймыз, не себептен қабылдамаған екен. Мінекей жоғарыда жазылып тұр. Сумма неустойки, штраф пени. Яғни біз бұл товарды жеткізгенбіз, бірақ та кешігіп жеткізген болатынбыз. Сол кешіккен күнімізге бұлар бізден пеня сұрап тұр. Бұл енді пеняны бұл госзакуп порталында міндетті түрде пеняны төлеу керексіздер, бұдан қаша алмайсыздар. Енді мұнда менен сұрап тұр, келісесіз бе, келіспейсіз бе деп. Мен бұл пеняға келісем, біз кешіккеніміз рас. Согласен с суммой неустойки дейді. Үстінен басамыз, мінекей екі тағы да шықты. Мында внести бюджет суммы неустойки самостоятельно, яғни банктан барып төлеуге болады. Екіншісі, утверждать сумму неустойки путем заключения дополнительного соглашения. Мен дополнительное соглашение, яғни доп соглашение жібереді маған, сол арқылы төлеймін. Банкқа барып жүретін менің былай айтқан кезде маған уақытым жоқ. Бірақ банктан да төлеуге болады реквизиттерді алып. Мен мынау дополнительное соглашение басамда, яғни подписать кнопкасын басамыз. Мұндан ECP ключтің эрцасын таңдап, қолымызды қойып, мінекей жібереміз. Міне осылай кетеді, көрдіңіздер. Енді осыдан кейін біздің договорымыз мінекей. Көрдіңіз бе? Актымыз утвержден деп тұр. Келістілді. Яғни мен аны келістім, енді маған ол дополнительное соглашение жібереді, сол арқылы жаңағы штрафты төлейтін боламын кешіккен күнімізге. Яғни әрбір кешіккен күнімізге 0,1% төлеп отырамыз. Кабинетке кіреміз, мінекей астына түстік, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, жасыл договор. Енді осылай тексеріп қарап отырыңыздар. Кей кездерде заказчиктің тарапынан сіздерге звондап хабарласып айтады, немесе айтпауы да мүмкін. Бізге бұл жағдайда ешқандай ескертулер болған жоқ. Соны сіздерге видеоға түсіріп ақпарат ретінде көрсетуді шештік. Енді алдағы уақытта сіздерді қандай сұрақтар мазалады, комментарияға жаза кетіңіздер, соған біз видео түсіретін боламыз. Байда қуатты болыңыздар. Пайдалы маржалы тендерларыңыз көп болсын.